Қайырлы таң, қазақ елі. 2 ресторанды бітіп, 3-шісіне келдім, әлі уақытым бар. Басымнан өткен бір жағдайды айтқым келіп отыр. Бәлки кейбір одноразовый тряпка болып қалатын қыздардың тағдырын құтқарып қалатын шығармын. Мен де осы 31 жасымда көшенің одноразовый тряпкаларына үйдегі балаларымның әкесін босатып бергенмін. 31 жасымда. Енді қасқырдың аузы жесе деған, жемесе деған, жалғыз бастысын, ажырасқасын, барған орталарыңда, той тымалақта, жалғыз жүресін, бұрыннан араласып жүрген бір қызметтегі досымыз болатын. Сәлеміміз түзу, құрметіміз түзу. Бір жарым жылдай, ой досым, мықты бол, ат айланып қазығын табат деп поддержка беріп жүрді. Сосын бір жарым жылдан кейін мен енді материалдық жағдайдан қысылып жатырмын. Омырауда балам бар тұғын, 4 айлық, бірінші ажырасқан кезімде көріп жүрді да, досым, сені бұрыннан танимын, қандай жан екеніңді білемін, отбасыңды сыртынан танимын, балаларыңды, бәлки маған тоқал боларсың. Бұлай әйел тұрғысынан қарағанда екінің бірінің арманы болатындай әйелсің ғой деген ұсыныс тастаған. Сол кезде мен күлгем, досым, сені бір ит талаған жақсы ма, 2 ит талаған жақсы ма? Қойсайшы, ана үйдегі бәйбішеңнің сезінейін деп тұрған жағдайды мен сезініп қойғанмын. Менің киген аяқ киімімді сенің келіншегің кимей ақ қойсын. Басқа біреу жаңағы үйленуге ұсыныс тастаса да, сен мына ойыңды тоқтат дегем. Өй, сенде сол басқа біреуге кетпесін, өзіміздің ортамызда жүрсін, отырғызып қояйын, басыңа баспанаңды алып беріп, дипломымен жұмысқа кіргізіп. Ол кезде ол депутаттығын қоя, бастық атырма. Әбден дос боп араласқанбыз, құрметіміз бар адамбыз. Құрметті кісінің қойнына қалай жатасың? Сонымен бәрі бітті, әзілдеп қойдық. Кейін мен Европаға кеттім 19-шы жылы. 20-шы жылдың аяғына таяу маған звондады. Досым, ти дегенде тимедің, тоқалым бол дегенде болмадың. Сенен де жап-жас 93-ші жылғы қызды тоқалдыққа алдым. Басына 2 бөлмелі үй әпердім, жағдайын жасадым. Аяғы ауыр деді. Маладес дедім. Арманыңа жетіпсің ғой. Өзі негізі 2 әріптің құлы тұғын. Сонымен бопты, мақұл, бақытты бол. Енді қалай енді бәйбіше қандай болады? Мен ол бәйбішені танимын. Бәйбіше сілкіп атқан шығар сені деп күлдім. Сөйтем, біраз төбелес болды ғой. Қайда барады? Шешесі кәйін деді, қойды. Дүние ұрып тұр ғой. Креслода отыр, депутат, мансап бар, ақша бар, дүниенің бұ деген ұрып тұр. Мейлі бопты, көнсе бопты. Негізі өзінің 5 баласы бар. 22-ші жылдың аяғына таяу мен елге қайттым. Сөйтіп қайсып сол достарыммен жолықтым. Сөйтіп, не болатыр досым, шешесейін, досым, сені тыңдамағаныма өкінем дейді. Ана баяғы сенің сөзің бар ғой, 1 ит талаған жақсы ма, 2 ит талаған жақсы ма деген сөзің орынды айтқан екенсің. 2 ит талап түтінім шықты, жүнжіп кеттім дейді. Сөйтіп жүрген кезде оның депутаттық мансабының уақыты бітті, 5 жыл. Сөйтіп қайта депутаттық сайлаудан өте алмай қалды ол. Сосын бір жақында сөйлестік. Қалай болатыр енді десем, жеткізе алмай жатырмын 2 отбасына дейді. Моральдық тұрғыда, материалдық тұрғыда дейді. Бәрібір сол бірінші отбасының салмағы басымдау. Сөзінің төркініне қарағанда, кейде жаным ашиды, жап-жас қызды алып, баланы таптырып, ана балаға да уақыт бөле алмай жатырмын. Ана қызды да тағдырын бүлдірдім. Досым, енді есейді, кішкене мансаптан кетті, баяғы дүниенің буы басылды, енді есін жинап жатыр. Жасы да 45-ке келді. Бекер қылған екем. Бәрі бір сол өзімнің бала күннен
тай құлындай тебісіп өскен, өнген бәйбішеме жетпейді екен. Бір әкенің қызының тағдырын бұздым-ау. Жалтақтатқызып, есікке телміріп отырады баламда, әйелімде. Деп, бармағын тістеп отырған жайы бар. Енді мансап кеткеннен кейін, дүние кеткеннен кейін, ол екі отбасының да асырау керексің ғой. Мансап, дүние деген уақытша, бірақ екі отбасы, бала деген ол мәңгілік, жауапкершілік мойныңда қалады мәңгі. Бір екі бойдақ жігіттер бар, кей сұр бойдақ деп айтуға болады оларды, иә. Ұсыныс тастайды, маған тұрмысқа шықшы, Айка, 3 балаңмен де алам дейді да. Мен оларға сұрақ қоям: неге сен 40 жасқа шейін үйленбегесің? Аурусың ба? Или тормызсың ба? Или ақшаң жоқ па деймін. Ауру емеспін, тормыз емеспін, бірақ ақшам жоқ дейді. Сосын мен айтам: сен өзің логиканы қосшы. Мен тентіреп жүріп, шашым сыпыртқы, қолым кесеу болып жүріп, 3 баланы зорға бағып жүргенде, сен секілді 40-қа келіп, дүние таппаған еркекке байға тиіп, большой ребенокты өзімнің 3 балама қосып бағат деп отсың ба? Деймін да. Сондай бір кейбір сорбойдақ жігіттер бар, дүниесі жоқ болып, үйлене алмай жүрген. Ал тоқалды жаңағы уақытша мансабы бар кісілер алады. Қарапайым қазақтың дүниесі жоқ, 40-қа келген сорбойдақтары үйлене алмай жүр, дүниенің жоқтығынан. Олар дүниесі бар, аяққа тұрған, ажырасқан әйелдердің етегіне жармасып, лишний асқазан болғысы келеді. Бұның барлығы нені көрсетеді? Тазалықтың жоқтығынан, мықтылықтың жоқтығынан, ардың жоқтығынан, тәуекелге бел буып, бас көтеріп, өзіне деген сенімдіктің жоқтығынан болып жатқан дүниелер. Тоқал алу, үйлене алмай қалу, тоқал болу деген нәрселер, қыздар, өзіне сенімсіз қыздардың жасайтын тірлігі. Үлбіреп тұрған 20 жасар қызсың ба, 25 жасар қызсың, сен бір еркектің 24-те 7 махаббатына тойып уақыт өткізулерің керек. Сондықтан анау уақытша мансабы бар депутаттардың мансабына бола алтын өмірлеріңді құртпаңдар. Сіңілдерім деп айтайын, иә. Себебі бәрі бір оның бәйбішесі бала күнінде тай құлындай тебісіп, өсіп, ыстық пен суықты бірге көрген бәйбішесінің отбасының салмағы басымдау болады. Сенің салмағың түкке тұрғысыз. Ол жаңағы бай, бағлан, депутат, ағашқаң ба, папашқаң ба, мужиногың ба, не деп айтасыңдар өзі. Сондайыңның өмірінде сенің салмағың түкке тұрғысыз. Бәрі бір бәйбішенің отбасындағы салмағы басымдау болады. Так что, қыздар, ойланыңдар. Алтын тағдырларыңды бүліндірмеңдер. Басымыздан өткеннен кейін басқа қазақтың қыздары ойлансын. Бәлки біреуіңнің тағдырыңе жаңағы дұрыс болуына осы менің әңгімем үлес қосар.